Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді адам қазақ. Шынымен бір шаңырақ болғаннан кейін ер кісінің өзінің ойы болады, әйел адамның өзінің ойы болады. Кейде ойымыздың бір жерден шықпай жататын уақыттары көп болады. Сол уақытта біздің ұрыс-керісіміздің балаға әсері бүгінгі тақырыбымыз. Қатты ұрыс-керіс болған уақытта бала 5-6 жасына дейін толық анализ жасай алмайды. Яғни, менің әкемнің мінезі мынандай, анашым соған ренжіп қалды деген секілді бала анализ жасай алмайды. Ұрыс-керіс болған уақытта бала көбінесе өзін кінәлай бастайды. Менің кесірімнен, мен осылай жасағандығымнан ата-анам ұрысып қалды, және бала көбінесе ата-анам айырылысып кетеді, мен жалғыз қаламын деген сияқты баланың ішінде уайым қайғы болады. Сондықтан ұрыс-керіс сәтінде бала сол нәрсеге куә болған уақытта 1-2 ауыз сөзбен балаға түсіндіргеніміз абзал. Мысалы, балам, біз әкеңмен кішкене келіспей қалдық. Біздің ойымыз бір жерден шықпай қалды. Мен папаңның осы нәрсені ұнатпайтынын білмеппін. Енді бұдан былай білетін боламын. Саған ешқандай қауіп жоқ. Біз бұл үшін папаңмен айырылысып кетпейміз, және сені бұрынғыдағыдай жақсы көре береміз. Яғни саған ешқандай ренішіміз жоқ деген секілді міндетті түрде балаға 1-2 ауыз сөзбен ұрыс-керісіміздің салдарын және оған ешқандай қауіп төнбейтінін түсіндіре білгеніміз жөн. Және осындай ұрыс-керіс көп болған уақытта бала әрдайым ата-анасын аңдумен өтеді. Бүгін анам тағы ашулы секілді, әкем неге есікті қатты жапты екен, бүгін тағы мазалары жоқ секілді, тағы да ұрысып қалды екен деген секілді бала өзінің өмірімен, өзінің дамуын барлығын ұмытып, әрдайым әке-шешесін аңдумен болады. Бізге тағы қауіп төніп тұр ма, әлде төнбей тұр ма деген секілді. Бала сол нәрсені әрдайым білгісі келіп тұрады. Сондықтан үйде ұрыс-керіс көп болған уақытта бала өзінің өмірін ұмытып, әрдайым басқаның өмірін аңдумен болады. Бірнеше уақыттан кейін бұл балаға мінез ретінде қалыптасып қалады. Яғни, өзін ұмытып, өзінің мінез қылығын, өзінің сезімдерін ұмытып, бала айналасындағы адамдарға көмектесуге, немесе олардың көңіл күйін аңдумен өтеді, және бұл мінез өмір бақи баланың бойында қалып қоюы мүмкін. Сондықтан кішкене ұрыс-керіс болған кезде міндетті түрде балаға түсіндіріп, немесе егер эмоцияларымызды ұстай алған жағдайда балаға білдірмей, сыртқа шығып кетіп, кейбір мәселелерімізді балаға көрсетпей шешкеніміз абзал.